өзекті саны көне тарихы терең Сауран ауданында жалғасын тапты. Бүгін біз хабарымызды ерекше форматта басталғалы отырмыз. Нақты сөзбен емес, іспен дәлелдеп, бүгін аудандағы жұмыспен қамтылған азаматтар, қайтарымсыз грант иегерлері осының барлығымен танысқалы отырмыз. Міне менің жанымда Сауран аудандық мансап орталығының басшысы. Қайырлы күн, Сауран ауданына қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бізде осы мансап орталығының бірінші атқаратын міндетіміз жәндегі халықты жұмыспен қамту, жұмыссыз азаматтарды. Осыған байланысты бізде Сауран ауданында Қаражық ауыл округінде орналасқан жеке кәсіпкер Омаров кәсіпкеріміз осы жерден жәндегі субсидияланатын жұмыс орындарына арналған күміс жас бағдарламасымен және әлеуметтік жұмыс орындар бағдарламасымен өтініш тастап, азаматтар жұмыспен қамтып жатқан жағдайы бар. Қазіргі жағдайда күміс жас жобасымен бұл жеке кәсіпкер Омаров 4 азамат қамтып отыр. Әлеуметтік жұмыс орындары бойынша 3 азаматты жұмыспен қамтып отыр қазіргі таңда. Енді қазір ары қарай кәсібін ішіне кіріп, сол жұмыс жасап жатқан азаматтардан өзіміз сөйлесеміз. Менің бұл жерге келуіме себеп көршім болды. Сосын мансап орталығынан ілтимас қылдым. Сол жерде күміс жас деген жоба бар екен. Мені де соған алыңыздаршы деп. Сонымен сол жерге келіп қалдым. Мана ертелеп келем, кешқұрым қайтам. Мана қараған шағымда өзіме страховойым болса, пенсиям болса деп сөйтіп келдім. Сол жерде істеп жатырмын. Мансап орталығына мыңде рахмет, қатты рахмет, Ділназ ханымға рахмет. Соның артында істеп жатырмын, айлығыны вақтыда алып жатырмын. Не істейсіз бұл жерде? Гүлдермен жұмыс жасаған? Бұл жерде гүлдермен істегенде, гүлдермен бір гүлдер суыны көп қаламайды. Біреулер бір хаптада бір ішеді, біреулерін айында бір істейсіз. Сосын оны har қайсыны бір түбіден алып көпейтеміз бұларны. Біреуде мысал үшін 6-7 болып шығады. Біз соларын бөліп, бір түбектен 6 түбек, 5 түбек қылып істейміз. Сөйтіп көбейтіп жатырмыз, сол істеп жатырмыз. Аудандағы ірі жылыжайларда жұмыс істейтін тәжірибелі маман Зейнет апайды кәсіпкер Дилназ Анарбаева жұмысқа қабылдаған. Ол Қарашық ауылындағы жеке кәсіпкердің гүл өсіретін жылыжайында еңбек етеді. Бұл жылыжай 15 жылдан аса уақыттан бері іске қосылған. Бүгінге дейін мансап орталығы күміс жас қоғамдық жұмыс бағыты бойынша осы жылыжайға 50-ге жуық адамды жұмыспен қамтуға жолдаған. Қазіргі күнде мен осы жерде мыңдан астама гүлдерді көбейтіп өсіріп жатырмыз. Альхамдулилля, бірақ ол бәрі өзінен өсіріп жатырмыз деген сөз өзімен өзі болмайды негізінде. Конечно, әр қайсына қолдың күші керек, бірақ қолдың күшіне мынандай қыстың аяздама суығында, шілденің қатты қыстықтарында адамдар бұл жерге жұмысқа келмейді. Теплицаға өте қиын. Мына мен айтпақшы болғаным, мына заң жүзесінде Қасым-Жомарт Кемелұлына рахмет. Бірінші, екінші мансап орталығына рахмет. Өйткені қазіргі күнде менде жұмысқа адамдар келе бермейді. Қанша төлесеңіз, Өзбекстандікі келеді, бір ай істейді, қашып кетеді. Біздікілер не үшін келеді десеңіз, оларда страховка жүреді. Страховка үшін келеді көпшілік. Өйткені қазіргі күнде күміс жас деген шықты. Мансап орталығына барып, жаңа немен алдық. Күміс жас дегенде бұлар 50-ден асқан адамды ешкім есігіні қақып келген кезде де жұмысқа алмайды. Олар кеп маған сол адамдарға мұқтажбын. Өйткені менің жұмысым қатты ауыр кетпеймен шапатын емес, но бірақ тоқтамай қимыл жасайтын. Оларға да, конечно, үлкен жастағы адамларға циркуляция болу керек, қан айланым болу керек. Маған келеді, олар тынымсыз жұмыс істейді. Зато рахметін айтып қайтады. Қазіргі күнде мен осы уақытқа дейін қазіргі күнде жұмысмен қамту орталығына менде 25 адамым бар. Осы басталғаннан бері бір 40-50 адам ғана алып қойғам. Жыл сайын ауысады. Қоғамдық бар, дипломмен жұмыс деген сияқты. Но бірақ адамдарға осы күміс жас деген өте ыңғайлы болды. Бәрі айтады, неге десең, қары болғансын бүгін мына жер ауырады, күнде барып больницаға баруға дейді, барсақ есікті қақсақ дейді, ақша сұрайды дейді. Біз страховкамыз болса тегін кіреміз дейді. Сол үшін сізге кеп отырмыз, Ділназ ханым деп
барлығы айтады. Аудандағы іргелі кәсіптердің бірі Мажит Абдрашитұлының кәсібі. Ол қазіргі таңда сұйық сабын өндірумен айналысады. Кәсіпкер жұбайымен бірге бұл істі дамытып келеді. Қазіргі уақытта олардың өнімдері Қызылорда, Шымкент қалаларында және Түркістан облысының аудандарына таралуда. Қазіргі таңда жас кәсіпкер шағын ғана жерде халыққа қажетті өнімдерді өндіріп келеді. Ол сұйық сабын шығарумен қатар қосымша қызмет түрлерінде қолға алған. Кәсіпкер арнайы кілем жуатын аппарат сатып алып, жақын және алыс ауыл тұрғындарының тапсырыс қабылдайды. Тұрғындардың үйлерінен кілемдерді алып, арнайы жерде жуып, кептіріп, қайтадан таза күйінде дайындап береді. Сонымен қатар кәсіпкер көлік жууға арналған арнайы көбікті өндіреді. Қазіргі таңда оның өнімдері Шымкент және Қызылорда қалаларында, сондай-ақ басқа да аймақтарға жеткізіледі. Көлік жууға арналған бұл көбіктердің құрамына 10 түрлі химиялық қоспа қосылады. Шағын ғана өндіріс орнынан шыққан өнімдер бүгінде ауданға таралып, түрлі көлік жуу орындарында кеңінен қолданылып келеді. Сауран ауданынан қайтарымсыз грант алып, сұйық сабын шығару мақсатында Өзбекстанға барып оқып, тәжірибе үйреніп, қазіргі таңда шығарып жатырық. Енді бұл жерде қызығатын нәрселер, автомойкадегі шампундар, соларды ізденіп, тауып, қазіргі таңда өзім шығарып өндіріп жатырмын. Кілем жууға, киім жууға, ыдыс-аяқ жууға, фери, автомойка шампулары, жалпылама сұйық сабындар шығарып жатырмыз осы таңда. Мемлекеттен грант қолдау алып, келіншегіміз екеуміз осы тірлікті істеп жатырық. Мына аппараттарды алдық, оқыдық. Қазіргі таңда соны істеп жасап шығарып жатырық. Бұның құрамында нелер бар, қайдан келеді бұның құрамына қосылады? Құрамында заттарды Алматыдан аламыз, складтардан. Бір шампунның ішінде 10 түрлі химикаттан құрастырылады. Қазіргі таңда сонымен. Өнімдеріңіз қайда шығады? Қызылорда, Түркістан, Шымкент қаласы, Тараз қаласына шейін жеткізіп жатырық қазір, сұранысқа байланысты. Алдағы уақытта Қазақстанға таратамыз. Қазіргі таңда жұмыс іздеудің ең оңай жолдарының бірі еңбек іздеу порталы. Бұл портал арқылы кез келген азамат бос жұмыс орындарын қарап, өзіне қолайлы қызметті таба алады. Жоғары оқу орны немесе колледжді жаңа бітірген жас мамандар осы портал арқылы тіркеліп, жұмыс іздей алады. Ол үшін алдымен еңбек KZ сайтына кіріп, жұмыс кабинетін ашу қажет. Еңбек мәліметтерді толтырып, мамандығы мен тәжірибесі туралы ақпарат енгізіледі. Егер азамат жұмыссыз ретінде тіркелгісі келсе, портал арқылы өтініш беріп, жұмыспен қамту орталығына тіркеле алады. Өтініш берілгеннен кейін бірнеше жұмыс күні ішінде мамандар тарапынан жауап келеді. Порталда бос жұмыс орындарын көру де өте оңай. Іздеу бөліміне кіріп, өңірді, мамандықты немесе жалақы мөлшерін таңдап, өзіңізге сәйкес келетін вакансияларды табуға болады. Осылайша еңбек іздеу порталы арқылы азаматтар жұмыс іздеп қана қоймай, жаңа мүмкіндіктерге жол аша алады. Цифрландырудағы жаңашылдықтарды тиімді пайдалана білген жас маман Мұсахан Іңкәр. Ол Өскемен қаласында Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің түлегі, ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша білім алған. Оқу орнын аяқтағаннан кейін онлайн форматта жұмыссыз ретінде тіркеліп, еңбек порталы арқылы жұмыс іздеген. Нәтижесінде қазіргі таңда Сауран аудандық жастар ресурстық орталығында қызмет атқарып келеді. Қазіргі уақытта мемлекеттік бағдарламалар бар. Ол жаңа субсидияланған жұмыс орындары. Осы Сауран ауданында жұмыссыз азаматтарға арналған бағдарлама. Ол жаңағыдай бөлінеді. Күміс жас болып, жастар практикасы, қоғамдық жұмыс орындары және әлеуметтік жұмыс орындары болып. Жаңағыдай өздеріңіз көргендегідей, бізде қазір мемлекеттік грант бар, яғни ол кәсіпкерлерді кәсібін енді бастап жатқан азаматтарға арналған мемлекеттік қолдау грант қаражаты беріледі. 400 айлықтық есептік көрсеткіш ретінде қайтарымсыз. Оның мерзімі 12 ай, әр 90 сайын, яғни 3 айда есебін тапсырып тұрады. Бізде 2025 жылдың ішінде 2 рет 2 лек өтті. Осы грантқа қатысушыларға кәсіпкерлерді қолдау мақсатында комиссия құрамында 79 азаматқа берілді. 79 азаматтың ішінде түрлі кәсіппен алғандар бар. Мысалға оны айта кететін болсам, көпшілігі ер азаматтарға салон ашу, дәнекерлеу жұмыстары бар.
әйел азаматтарына келетін болсақ, тігінмен айналысу, кондитерлік өнімдерді дайындау, және салон, әйел азаматтарында да салон ашу бар. Бізде ішінде ерекше көргендегіңіздей 25 жылы сабын су осы өзінің кәсібін көрсетіп, комиссияның алдында қорғап шығып, грантқа ие болған азаматымыз бар. Енді бізде 2025 жылы барлығы өзімізге жоспар беріледі, жоспар болады жұмыспен қамту бойынша. 6898 азаматты жұмыспен қамту белгіленген болатын. Соның ішінде жоспарды толығымен орындап шықтық. Оның ішінде тұрақты болды және уақытша бар. Уақытша айта кеткендей субсидияланған жұмыс орындары. Ол жаңағыдегі жастарға арналғанға тоқталып кетсем, жасы 35 жастан аспаған, дипломын алғаннан кейін 5 жыл мерзім асып кетпеген азаматтар осы жастар тәжірибесі бағдарламасымен жұмысқа жолдана алады. Оның мерзімі 12 ай. Бізге жұмыссыздыққа тіркеліп, жолдама алып кетсе, сол мекемеде өзінің мамандығына сай жұмыс істейді. Яғни бұл жерде бұл жастар тәжірибесінің мақсаты сол жерге барып, тәжірибе жинақтап, әрі қарай тұрақты жұмыс орны ашылып жатқан жағдайда сол жұмысшының келісімімен тұрақты жұмысқа ары қарай орналасып кету. Келесі жасы 50-ден асқан азаматтарға арналған зейнет жасына жетіп қалған азаматтарымыз бар ғой, соларға арналған күміс жас бағдарламасы. Күміс жас бағдарламасында ода да ешқандай талап жоқ ол жерде. Жасы 50-ден асқан кез келген осы мансап орталығына жұмыссыздыққа тіркелген азамат жолдама алып, ол бағдарламаға қатыса алады. Бізде 2025 жылы осындай күміс жас бағдарламасы бізге жоспар 122 болған. 122-ні Сауран ауданы толығымен орындап, 122 адамды жұмыспен қамтыдық. 26 жылы бізге қазір енді жоспар былтырға қарағанда төмен әрине, бағдарламалардың бары төмен, күміс жас 54 болды биыл. Қазір 27 ақпанда біз бүгінгі таңға оған 40 азаматты жолдадық күміс жас бағдарламасымен. Жастар бағдарламасына айта кетейін тағы да, жастар бағдарламасында 2026 жылы 28 азамат жолдадық осы бүгінгі күнге дейін. Бұл жастар бағдарламасының жоспары 2026 жылға 314 болды, 2025 жылы 466 болған. Біз оны жастар тәжірибесінде де азаматтарды жолдадық. Ол биылда да жалғасын тауып жатыр. Бізде Сауран ауданында бір оқу колледжі, арнайы орта колледжі бар. Ол Ескихан ауылында орналасқан. Ол жерден 2025 жылы 153 түлек бітіріп шықты. 153-тен енді бізде де арнайы жоспар бар. Осы ауданда типо деп айтамыз ғой, техникалық, педагогикалық оқу орындарын бітірген азаматтар жұмыспен қамту. Ол бойынша да біз көрсеткішті, ол бойынша облыстан 75% қойған болатын, 75% біз толығымен орындап шықтық. Биылда да, ағымдағы жылда да жолдайтын боламыз, жұмыс жалғасатын болады. Аудан тұрғындарының көбісі енді қазір бізде Сауран ауданында жалпы 104 мың халық бар. 104 мың халық, 12 ауылдық округ, 34 елді мекен бар. Бізде ең көпшілік айналысатыны егін шаруашылығымен айналысады. Егу, дарбыз егу, қауын егу, тағы да бізде ашылып жатқан мебельный цехтар бар. Одан кейін Шаға ауылдық округіне қарасты өндірістік аймақта орналасқан компаниялар бар. БНК Групп, Жасыл сұйық, Ақниет холдинг, Дәулет холдинг. Биылдың ағымдағы жылы осы Жасыл сұйық деген компаниямыз бар Қазақстанның. Ол компания холодильниктер бар ғой, магазинде салқындатып тұратын, холодильниктер қойып қояды, көрініп тұратын, сондай заттарды шығарады. Сол компания биыл осы күнге дейін қазір 18 азамат жұмысқа қабылдады. Алдағы уақытта да бос жұмыс орындарын ол кісілермен біз тығыз байланыстамыз, кадр бөлімдерімен. Адам қажет болатын болса, біз осы мынау Еңбек KZ электронды биржа порталы бар, сол арқылы жұмыссыз тіркелген азаматтарға, одан бөлек өзіміз ауылдық округтік мамандар бар, солармен хабарласып отырып, сол азаматтар жұмыспен қамтумен айналысудамыз қазіргі уақытта. Ол жоспарды толығымен жәрмеңкені өткіздік. Жоспардан тыс
өзіміздің инициативамызбен 3 рет жәрмеңке өткіздік. Ол жерде бос жұмыс орындары бойынша, одан кейін пробациядағы жұмыссыз жүрген азаматтар жұмыспен қамту бойынша, одан кейін алимент төлемдерін төлеп жүрген, жұмыссыз жүрген азаматтарға ол іс-шаралардың атауымен бөліп өткізіп тұрамыз. Үнемі 2025 жылы 9 жәрмеңке өткіздік. Оның ішінде 2-еуі облыс бойынша. Облыс біз Түркістанға жақын болғаннан кейін, облысқа жақын болғаннан кейін, кейбір жәрмеңкелерімізді осы мынау Сауран, Кентау, Түркістан қосып, сондай өткізіп тұрамыз облыс төңірегінде. Оның ішінде пробацияға арналған 3 жәрмеңке болды. Пробацияға арналған. Пробациядағы тұрған қызметкерлердің тізіміндегілердің адам саны өзгеріп тұрады. Неге десеңіз, біреулері қайтадан құқық бұзушылық жасап, қайтадан мерзім алып келіп жатады. Ал кейбіреулері өзінің шарт түрге сотталғандардың мерзімі бітеді дағы, ол тізімнен шығып кететіндері бар. Біз жаңелде кеше осы пробация бойынша жиналыс өткіздік. Ол жерде осы 2026-ның ақпан айы бойынша бізде 54 азамат тізімде тұрады. 54 азаматтың осы ақпан айының басында пробация бойынша жиналыс өткіздік. Прокуратура органының ұйымдастыруымен. Ол жерде 4 азаматты жұмыспен қамтыдық біз, пробациядағы тұрған азаматтың ішінен. Қазіргі таңда жұмыстарын істеп жатыр. Олар азаматтармен де міндетті зейнетақы жарналары түсіп, жұмыс істеп жатқанын, сол арқылы зерделеу жұмыстарын жүргізіп отырамыз. 2025 жылы жаңа айтып өттім ғой, 79 азамат алды грантты деп. 2 лек болды. Бірінші лекте 40 адам қатысса, екінші лекте 39 адам қатысты. Сол бірінші лектен бір азаматшамыз қатысты, екінші лектен де бір азаматша қатысты. Пробация тізіміндегі. Екеуі де комиссия алдында бизнес жобаларын қорғап шығып, грант иегері атанды. Олармен де зерделеу жұмыстарын жүргіздік, жұмыстарын атқарып, қазір өздерінің кәсіптерімен айналысуда. Онда арғарай жұмысымыздың 4 бөлім, менде мамандардың 4 бөлімнен тұрады. Соны жұмысын арғарай көріңіздер, арғарай әңгімемізді сол залда жалғастырайық. Осы қазір Сауран ауданы мансап орталығымыз, бізде жалпы саны штат бойынша 29. Осында халыққа қызмет көрсетеміз. Бұл жерде жұмыссыздыққа тіркеу, жұмысқа жолданатын адамдарға жолдама берумен айналысамыз. Одан кейін атаулы әлеуметтік көмек тағайындаймыз. Мына жерде оқыту секторы бар, 4 бөлімнен тұрады. Мансап орталығының ішіндегі штат саны. Бірінші мына бетте әлеуметтік жұмыс секторы атаулы әлеуметтік көмек тағайындайды. Мына жақта жұмыс іздеушілер бөлімі, одан кейін оқыту секторы, артындағы жұмыс берушілерді қолдау секторы 4 бөлімнен тұрады. Әрқайсының өздерінің міндеттері бар. Яғни бұл жерде азаматтар жұмыссыздыққа тіркеу, жаңа айтып өткендей, жолдама беру, процестің барлығы осы жерде болады. Бір күнде қанша адам келеді орта есеппен? Бір күнде енді әр күні әр қалай, мысалы атаулы әлеуметтік көмекті біз 90-да ол бір-ақ рет тағайындалады, бір рет өтініш қабылданады. Сол кезде әр 90-ның бірінші айында сол кезде азаматтар шамалы көп болады. Әр 90-ның екінші, үшінші айында азаматтар азаяды. Ал жәндегі жолдама алатын азаматтардың саны, олар үнемі бір шамамен алғанда 40-50 адамның ішінде бір күніне азаматтарды қабылдаймыз. Енді өздеріңіз білесіздер, президентіміздің тапсырмасы бар, цифрлыға көшу. Яғни бұл жерге мансап орталығына келмей-ақ қызмет түрін ала алады. Яғни тоқталып өтсем, жұмыссыздыққа тіркелу, өзінің ЕЦП көшімен жұмыссыздыққа тіркелу, одан кейін грантқа қатысарда мұнда келмей-ақ өзінің бизнес жобалары мен сертификатын базаға енгізіп, үйінде отырып, өтінімін қабылдай алады. Біз ол азаматтарға телефондарына хабарласып, қай күні комиссия болатынын айтып, бірден сол комиссияға келе алады.
жолдаманы да сол сияқты егопқа тіркеліп, алдын ала направление жолдамаларына тіркеп алып қояды, но енді жолдаманы бізге келіп қолма-қол алып кетеді. Одан кейін тағы да бір айта кететіні, біз қызметіміз жаңағыдай композиттік қызмет бар бізде. Бізде 2025 жылы 208 азаматқа көрсеттік. Ол композиттік қызметіміз жұмыссыздан айырылған азаматтарға мемлекеттік қолдау көрсетіледі оларға. Яғни ол өздерінің алатын айлықтарына байланысты әр азаматтық әртүрлі болады. Ол жаңағы алатын айлықтарының окладтарының 40% көлемінде төленеді. 2026-ға қазір тапсырып жатқандар бар. Қазірдің өзінде бізде ақпан айымен 28 азамат тапсырды. Оларға қызмет түрлері көрсетіліп, ақшаларын алып жатыр. Атаулы әлеуметтік көмек табысы төмен отбасыларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау түрі. Бұл көмек жан басына шаққандағы табысы кедейлік шегінен төмен азаматтарға тағайындалады. Өтінішті тұрғылықты жердегі жұмыспен қамту орталығы арқылы немесе онлайн түрде егов пен еңбек порталдары арқылы да беруге болады. Атаулы әлеуметтік көмекке жалпы кімдер үміткер болады? Жан басына шаққандағы табысы кедейлік шегінен аспайтын отбасылар және еңбекке қабілетті отбасы мүшесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысқан жағдайда. Жалпы 2026 жыл 1 тоқсан бойынша күнкөріс деңгейі 54.956 теңге, кедейлік шегі 38.469 теңге. 2026 жылы бізге 202 өтініш келіп түсті, оның 197-сіне тағайындалды. Ал 2025 жылғы мәлімет бойынша бізге 284 отбасыға 145 миллион 110 мың 452 теңге тағайындалды. Оның 254 отбасыға шартты ақшалай көмек, 33 отбасыға шартсыз ақшалай көмек тағайындалды. Осылайша мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау шаралары мен цифрлық мүмкіндіктердің арқасында бүгінде көптеген азаматтар жаңа жұмыс тауып, кәсіп бастауға мүмкіндік алып отыр. Мәселен, Сауран аудандағы кәсіпкерлер де халықты жұмыспен қамтып, түрлі өнімдер өндіру арқылы өңірді дамытуға үлес қосуда. Азаматтар егов пен еңбек порталдары арқылы жұмыс іздеп, әлеуметтік көмекке өтініш беріп, қажетті қызметтерді онлайн түрде ала алады. Бұл өз кезеңінде уақытты үнемдеп, халыққа қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік беріп отыр.